Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгін Quizzes программасында біз тестті қалай құрастырамыз, соған тоқталатын боламын. Ол үшін Quizzes программасының басты беті міне осы күйде ашылады. Осы жерден сол жағымызда міне құру командасын таңдаймыз. Осы жерде бізде әртүрлі мүмкіндіктер ұсынады. Соның ішінде біз бірінші оценка, яғни өзімізге оқушыларға тартымды түрде тест орындауға мүмкіндік беретін бірінші бөліміміз оценка бөліміне тоқталатын боламыз. Енді осы жерден арма қарай ашсақ, тағы да бізге 3 бөлімді ұсынып тұр. Осының ішінде біз создать с нуля, яғни өзіміз басынан бастап құрастыратын түрге тоқталайын деп тұрмын. Осы жерде басамыз. Бұл жерден қарасаңыздар, міне бізге түрлі тесттер құрастырудың мүмкіндіктерін ұсынып тұр. Мен бүгін бірінші бөлімге ғана тоқталмақшымын. Бұл жерде әр бөлімнің үстіне алып барсақ, сол бөлімдегі тесттердің қалай орындалатындығын көрсетеді. Енді переход дегенге алып барсаңыздар, мысалға мәтін беріліп, мәтіннің ішінен жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Бұның өзін бір бөлек салатын боламын. Қазір мен екі мүмкіндік арқылы тест құрастыратын боламын. Ол үшін мүмкіндікті таңдасақ, мына күйде арман қарай біздің тест құрастыратын бетіміз шығады. Мен қазір сіздерге енді осы басталған жұмыстың ары қарай мүмкіндігін көрсететін боламын. Бұл жерде менің бұған дейін бастаған тестім мына күйде тұр. Екінші классқа арналған математикадан тест жұмысы. Яғни бұл жерде мен басталған тест арман қарай жаңа сұрақты құру үшін мына жердегі төменгі жағы добавить вопросты қосуға болады, немесе мына жердегі добавить вопросты қосуға болады. Осы жерден бірінші большой выбор деген таңдаймын. Осы жерге мына жерге сұрағымды енгіземін. Мен мысалы математикадан тек қосу мен азайтуға деп сақтап алып тұрмын. Сұрағым сол себепті де осы жерге кез келген санды жазамын. Мысалға қосамын. Тең болады. Енді жауабым мен төменге ұсынатын болам. Жауаптарын ұсынамын. Жауаптарын ұсынғаннан кейін мен осы жерден дұрыс жауаптың үстіне белгі қойып кететін боламын. Осы жерден дұрыс жауаптың үстіне белгі қойып кетемін. Дұрыс жауап белгіленді. Арман қарай жоғары жағындағы сақтау батырмасын басатын боламын. Сұрағым сақталды. Арман қарай екінші түрі оқушының өзі біздің жаңа құрастырған сұрағымызда оқушы жауапты таңдайды. Енді заполнить бланк дегеннен оқушы жауабын теріп жазатын болады. Бұл жерден дәл жаңағыдай мен кез келген санды қосу мен азайтуға берейін деп тұрмын. Мына күйде жазатын болсақ, оқушы енді жауабын төменге теріп жазатын болады. Оқушының жауабын, дұрыс жауабын біз мәжбүр жазатын боламыз. Бізде астында ұяшықтар көбейіп тұр ғой. Егер біз дұрыс жауап жазсақ, ұяшық соған байланысты ыңғайланып орналасатын болады. Дұрыс жауап мына күйде. Арман қарай сақтаймын. Енді осы сақтаған сұрағымды мен арман қарай мына жерде менде жоғары жағында сіздер жаңадан бастаған кезде мына жерде атау болмайды. Осы жерге өздеріңіз атауын жазасыздар. Сосын мына жерден арман қарай таңдайсыздар. Предмет, қай класс, тілін барлығын таңдаймыз. Мына жерге сыртына аба ретінде көрініп тұратын суретті қоямыз. Сосын сақтау батырмасын шертеміз. Арман қарай жариялау батырмасын шертеміз. Осы жерден енді менің сұрағым өзгелерге де қолжетімді орындауға жібере аламын. Немесе енді бұның сілтемесімен оқушылар арқылы сілтемесін жіберіп те оқушыларға орындатуға болады. Мына жерден бастау арқылы бастасақ, біз мектепте кабинеттің ішінде отырып та тақта арқылы қосып орындатуымызға болады. Немесе осы сұрақтың сілтемесін бөлісіп оқушыларға онлайнда орындатуға болады. Білесіздер, Quizzes'те бұл оқушыларға қызықты, түстері де тартымды, қызықты болып орындалатын болады. Егер де сіздерге видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, каналды қолдай отырыңыздар.